біз бизнесті тілмен бастайды екенбіз да. Мен әйтеуір қайсы платформамен жұмыс жасайын, қайсы нәрсені бастайын, мен алдымен сол қазақша деп зарлайды екен оларға. Қазақша болсын, қазақша жасамасаңдар клиенттерге қызық емес. Бірінші, сендер осы клиенттердің олар да клиенттердің ақшасын тауып отыр ғой, былайша айтқан кезде. Бұлардың нанын жегендіктен бұлардың тілінде құрмет етулерің маңызды. Қазақстандық клиенттер егер қазақша және орысша қоссаңыздар, сіздерге деген махаббат оянады деп жеткіземін да. Сіздердің олардың алдындағы сіздердің платформаларыңыздың деңгейі жоғарылайды. Басқалары қарағанда сіздердің беттеріңіз жарық болады бірінші. Екіншіден, ол ары қарай дамуға өте қатты әсер етеді. Үшіншіден, маркетингке пайдасы тиеді деп, яғни тілдің болуын мен жеке өзім қатты қадағалайды екенмін. Сондықтан да кез келген платформа алдымен кіреді, біз қазақша болуын, оның орысша болуын, жергілікті адамдарға түсінікті болуын қатты қадағалайды екенбіз. Егер бұл мәселе шешілсе, тіл мәселесі шешілетін болса, қалған нәрселер оңай болады екен.